Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Сіздердің назарларыңызға колледж студенттерінің 2023-2024 оқу жылының ақпан айының қорытындысы бойынша рейтинг қорытындысын ұсынамыз. Ақпан айының қорытындысы бойынша колледжде оқу озаты жоқ. 2023-2024 оқу жылы ақпан айы бойынша үздік ондық құрамына енген рейтингісі ең жоғарғы келесі студенттер: Кочегаров Мирослав, F31 А тобы, Қуанышбеков Мирас, FK21 А тобы, Поленова Екатерина, G21 А тобы, Қуатов Абай, FK21 А тобы, Қазбекова Сабина, FK21 А тобы, Қайырбек Назия, GK11 А тобы, Тлеуханова Айым, ОСК12 тобы, Хуснуддинова Рината, F31 А тобы, Кульжанбекова Нурай, G01 А тобы, Жатқанбаев Мансур, F31 А тобы, Қорабаева Гүлназ, ОС11 тобы. Жарайсыңдар. Өздеріңіз көріп отырғандай, осы қатарға барлық курстар енді. Жарайсыңдар. Енді аттестацияның қорытындысын курстар бойынша қарастырайық. Ақпан айында бірінші курс бойынша үздіктер қатарында ГК31А, ИК31, ГК32 топтар. Жарайсыңдар. Орташа нәтиже көрсеткен F31А, БК32, Г31 және Г32 топтары. Ал ең төмен көрсеткіш көрсеткен ОСК32, Б31, ОС31 топтары. ГК31А тобының қорытындысы рейтингісі ең жоғарғы екенін атап өту керек, яғни осы топта үлгерім және білім сапасы жоғары екенін көрсетеді. Бірінші курс бойынша үздік ондық студенттер қатарында келесі студенттер: F31А тобынан Кочегаров Мирослав, Хуснуддинова Рината, Жатқанбаев Мансур, ГК32А тобынан Сулейменов Жалғас, ИК31 тобынан Ыбырай Айым, Г32 тобынан Жақсыбек Айдана, F31А тобынан Мұхамеджанова Альбина, Г31А тобынан Ақылбеков Бақтияр Мұсағали Іңкар және Г31 тобынан Исатай қызы Іңкар. Енді бірінші курс бойынша қауіпті топқа енген студенттер келесі: ОС31 тобынан Горбунов Ярослав, Қошқарбаев Рахимжан, Г31 тобынан Айдынұлы Мансур, Сейлханов Арыстан, ОСК32 тобынан Әліпханов Қазбек, Б31 тобынан Аманғали Бекзат Дөкеев Раулан, Тауфик Шамиль, F31А тобынан Адилгазинов Адил, Қайырбек Олар. Сабақты себепсіз босату және кешігу бойынша бірінші курс топтарында келесі көрсеткіш: ОС31 тобында сабақты себепсіз босату ең көп тіркелген, бұл 94 сағат. Қалған топтарда Г32-де 72, Г31-де 61, Б31-де 30, ГК32-да 22, F31А-да 20, ОСК32 және ИК31 тобынан 6 сағаттан, ГК31А тобынан 2 сағаттан, ал БК32 тобында 2 сағат. Кешігу бойынша келесі, яғни ОС31 тобында Г31, Б31, ГК32А, F31А, ИК31 және БК32 тобында кешігу тіркелмеген, ал қалған топтарда Г32-де 5, ОСК32-де 6, ГК31А тобында 1 кешігуден тіркелген. Барлықтарыңыз білесіздер, сабақты себепсіз босатуға болмайды, міндетті түрде сіздерде справка болу керек және сабаққа кешігуге болмайды, ертерек келіңіздер. Екінші курс бойынша ақпан айын бойынша үздік қатарда FK21А тобы, GK22, И21 тобы. Орташа көрсеткіш көрсеткен топтар Г21А, ГК21, БК22. Ең соңғы орында бізде Б21, ОС21 және ОСК22 топтары. Екінші курс бойынша 10 үздік студенттер қатарында FK21А Қуанышбеков Мирас, Г21А Поленова Екатерина, FK21А тобынан Қуатов Абай, Қазбекова Сабина, БК22 тобынан Сауранбай Аян, Г21А тобынан Шамшолаев Темірлан, БК22-ден Казизов Дастан, Абитаев Еркеблан, ГК22-ден Жамбутаев Айзат және FK21А тобынан Алиханов Бекжан. Жарайсыңдар. Ал енді керісінше, яғни теріс ұпайлары көп студенттер, қауіпті топқа енген студенттер, бұлар ГК22 Каримов Мағжан, Г21А тобынан Жақанбай Даниял, БК22-ден Секен Ақниет Айтқали Бағжан, ОСК22 Айдаров Айдос, Б21 Бекболат Алимжан, БК22 Ергалиев Алинур, ОС21 Ефремова Анна, ОСК22 Қуатов Ерасыл және БК22 тобынан Қонаев Алижан.
Екінші курс бойынша сабақты себепсіз босату және кешігу БК22 тобында ең көп сабақты себепсіз босату тіркелген 36, қалған топтарда ФК21-ада 30, ГК21-де 30, ОСК22-де 24, ОС21-де 22, Г21-ада 18, ГК22-де 8, И21-де 8. Ал кешігу бойынша ГК21, ОСК22 және И21-де кешігу тіркелмеген. Қалған топтарда БК22-де 1, ФК21-ада 2, ОС21-де 1, Г21-ада 3, ГК22-де 2 кешігу тіркелген. Қарап отырғанымыздай Б21 тобында сабақты себепсіз босату және кешігу тіркелмеген. Жарайсыңдар. Үшінші курс бойынша қарайтын болсақ, үздік топтар қатарында F11A, ГК11A, ОС11, орташа көрсеткіш көрсетіп отырған топтар БК12, ИК11, ГК12А, Г11, ал соңғы орындарда ОСК12, Г12 және Б11 топтары. Үшінші курс бойынша үздік 10 студенттердің қатарына ГК11А Қазбек Қайырбек Назия, ОСК12 Тлюханова Айым, ОС11 Қорабаева Гүлназ, ГК11А Маратбекова Ақерке, F11А тобынан Чайкин Илья, БК12 Жайбекұлы Азамат, ГК11А тобынан Шоханов Алтынай, Шенсізбай Сұлтан, Досмұхаметов Сержан және Касенова Сабина. Жарайсыңдар. Ал енді үшінші курс бойынша қауіпті топқа енген топтар келесі студенттер ОСК12 Кенесары Адай, Б11 Рымғалиев Мади, Б11 Матаев Олжас, ОСК12 Сербаев Султан, Б11 Жұмабеков Дархан, ОС11 Краснолобов Кирилл, Б11 Антонов Артем, ГК12 Нұржан Мадияр, Г12 Жақсыбеков Расул және Смакотин Сергей. Сабақты себепсіз босату және кешігу үшінші курс бойынша ГК11А және F11А топтарында сабақты себепсіз босату және кешігу тіркелмеген. Жарайсыңдар. Қалған топтарда сабақты себепсіз босату ең көп бұл ОСК12 тобында 22 сағат. Қалған топтарда ГК12А тобында 18, БК12 10, ОС11 9, Г12 8, Г11 3, ИК11 3, Б11 тобында 1 болса, кешігуге келетін болсақ, БК12, ОС11, Г12, Г11, ИК11-де кешігу тіркелмеген, ал қалған топтарда ОСК12-де 1 кешігу, ГК12-ада 2 және Б11-де 3 кешігу тіркелген. Төртінші курсқа келетін болсақ, үздік студенттер қатарынан Г01А, ГК01, ФК01А топтарын көруге болады. Орташа көрсеткіш көрсетіп отырған студенттер топтар Г02А, И01, ОСК02, Б01 топтары және ең төмен көрсеткіш төртінші курс бойынша бұлар ГК02, ОС01 және БК02. Төртінші курс бойынша 10 үздік студенттер қатарында Г01А Күлжанбекова Нурай, ОСК02 Темірбекова Алина, Г01А тобынан Гайнулаева Рушан, ФК01А Бисимбаев Алихан, ОСК02 Буксанчук Кристина, И01 Галелова Карина, Г01А Козловская Александра, ГК01 Нұрлыбеков Нұрсұлтан, Муратова Сабина және И01 тобынан Павленко Вадим. Жарайсыңдар. Енді қауіпті топта, яғни теріс ұпайлар көп студенттер, бұлар ФК01А тобынан Сайлаубаев Алихан, ОСК02 Болатов Диас, И01 Инсембаев Ибрагим, ГК02 Төлеғожы Мади, БК02 Каляскаров Бауыржан, ФК01А Махмуджанұлы Асылжан, БК02 Кабасұлы Саят, ОСК02 Кубаева Камшат, ОС01 Чепенко Евгений және БК02 Акимбеков Ерболат. Сабақты себепсіз босату және кешігу төртінші курс бойынша қарайтын болсақ, барлық топтарда сабақты себепсіз босату және кешігу тіркелген. Өкінішке орай, ең көп сабақты себепсіз босату бізде ОСК02 тобында 79 болса, ал кешігу бізде ең көп бұл бізде БК02 тобында 24 сағат. Колледж бойынша қауіпті топқа енген келесі студенттер, яғни бұл бірінші курстан төртінші курсқа дейінгі нашар, минус, яғни теріс ұпайлары бар студенттер. Бұлар ОС31 Карбунов Ярослав, ОС31 Қошқарбаев Рахимжан, Г31 Айдынлы Мансур, ФК01А Сайлаубаев Алихан,
ОСК-02 Болатов Диас, И-01 Инсенбаев Ибрагим, ГК-02 Төлеғожин Мади, Г-31 Селиханов Арыстан, БК-02 Каляскаров Бауыржан, ОСК-32 тобы Әліпхан Қазыбек. Енді ақпан айы бойынша барлық 1-ші курстан 4-ші курсқа дейін топтардың рейтингісінің жалпы кестесін қарайтын болсақ, үздік қатарда, яғни алғашқы 3 орынды иеленген келесі топтар: 1-ші орында F11A тобы, 2-ші орында ГК11A тобы, 3-ші орында ГК31A тобы. Жарайсыңдар. Ал ең соңғы орынды иеленген топтар бұлар бізде B31, БК02 және ОС31 тобы. Жақынырақ қарайтын болсақ, үздік топтар қатарында және аталған 3 студенттен 3 топтан басқа бұлар ОС11, ИК31, ГК32А, БК12, ФК21А, ГК22, Г01А, И21, Г21А, ГК01. Жарайсыңдар. Орташа көрсеткіш көрсеткен топтар ИК11, ГК21, ГК12А, БК22, Г11, F31А, ОСК12, ФК01А, Б21, Г12, Г02А, БК32 және И01 тобы. Және ақпан айы бойынша нашар көрсеткіш көрсеткен келесі топтар ОС21, ОСК22, ОСК02, Б01, Б11, Г02, Г31, Г32, ОСК32, ОС01, Б31, БК02 және ОС31 тобы. 2023-2024 оқу жылының ақпан айында өз еркімен басқа оқу орнына ауысуына байланысты бір студент оқудан шықты. Колледждің және жатақхананың ішкі тәртібін бұзғаны үшін, аттестациядан алған екілер үшін және рейтинг комиссиясының шешімін орындамаған үшін 52 студент сөгіс алды. Және ақпан айында алғыс саны 2 болып тұр. Ақпан айының қорытындысы осындай. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.